Бұл әйел кенет киімін шешіп тастады. Ажин көзін қолымен жауып үлгерді. Тек әйелдің денесі механикалық екенін көрді. Ажин қуанып қолғаптарын шешіп, саусақтарымен тиген кезде денесі ешқандай реакция көрсетпеді. Сөйтсе, ол бала кезінен бір түрлі аурумен ауырған екен. Адаммен дене арқылы жанасса, денесі қызарып ісіп кететін. Білмейтіндер мұны зомби мутациясы деп ойлап қалатын. Дәрігерлер де шошып, дезинфекциялаушы сұйықтықты қолдарына шашып жатты. Ажин өзіне бір ине салды да, дәрігерлерге адамның терісіне тиюге болмайтынын айтты. Әйтпесе дәл осындай жағдай болады. Егер жанасу ұзаққа созылса, бұл өлімге алып келуі мүмкін. Бұл дерттің емі жоқ. Дәрігерлер абыржып қалды. Өмір бойы мұндай ауруды көрмеген. Ажин оларды жұбатты. Ажин бай отбасынан шыққанымен, осы аурудың салдарынан ақшадан басқа ештеңесі қалмаған. Туған күнін жалғыз өткізеді. Жалғыздықтың шегі осы шығар. Жастықты құшақтаған ол әйел аңсайды. Аурудың азабы оны жан-жаққа еміздеуге итермеледі, бірақ нәтиже жоқ. Дәрігер оған ақылды білезік берді. Ол денедегі аллергиялық реакцияны бергенде, көк қалыпты, сары қауіпті, қызғылт сары ауру басталған көрсетеді. Ал қызыл бірнеше минут ішінде өлім қаупі. Ажин бұл өмірде ешқашан тұрмыс құра алмайды. Жалғыз өмір сүріп, жалғыз қартаяды. Сол күндердің бірінде ол флешка алады. Видеоны ашса, бір әйел теннис ойнап жатыр екен. Бұл әйел робот болып шықты. Доктор айтты, бұл робот әйелдің барлық қасиеттеріне ие, тек бала туа алмайды, әрі теріге жанасқан кезде аллергия тудырмайды. Бағасы да қолжетімді, небәрі 10 миллион корей воны. Адаммен жанаса алмайтын Ажин үшін бұл робот өте тиімді шешім. Ажин доктордың зертханасына үлкен үмітпен келеді. Бірақ ішке кірген сәтте көзіне түскен көрініс оны аң-таң етеді. Алдындағы робот тірі адамнан айнымайды. Кенет робот қолын соза бергенде, шошып кеткен Ажин сасқанынан ауыр таяғын суырып алады. Робот сабырмен: "Қорықпа, мен адаммын деймін", дейді. Ажин әлі де сенбей қарап тұрғанда, робот байсалды түрде: "Менің адамға ұқсас болғаным жақсы", дейді доктор. "Бірақ мен нағыз адам емеспін", дегенмен рахмет деп жымия жауап береді. "Не айтып тұрсың?" деп күдіктене түскен Ажинге қарап, робот сендіру үшін сырмасын ашып көйлегін төмен түсіріп жібереді. "Сен расымен де робот екенсің ғой", дейді Жин таңырқап. Сол сәтте робот Ажиннің білезігін қарап, ешқандай қауіп жоқ екеніне көз жеткізіп, бірден салқын қанды қалжыңға көшеді. "Мырза, рұқсат болса, бәрін түсіндірейін". "Не болды тағы?" дейді Ажин. "Қол екені рас, бірақ бұл қандай қол екенін мен де білмеймін". "Білмеймін дейсің бе?" деп күліп жібереді Ажин. Осылайша роботтың тапқырлығы мен қалжыңға бейімдігі Ажиннің көңілін көтеріп, оған деген сенімін арттыра түседі. Ажин доктормен келісімшартқа тез келісіп кетерінде роботты ертең үйіне жеткізіп беруін қатаң түрде ескертіп кетеді. Бірақ күтпеген жағдай орын алады. Роботқа соңғы чипті орнатып жатқан кезде, мас қызметкер баскетбол лақтырмақ болып, әлденені дәлелдеуге тырысады. Сол сәтте бір тамшы су чиптің үстіне тамып кетеді. Доктор қатты шошып қалады. Ажин роботты ертең талап етіп отыр, ал бұл бөлшектердің барлығы шетелден жеткізілетін. Қазір сатып алуға болмайды, ең азы бір ай күту керек. Енді 10 миллионнан айырылу қаупі туады. Доктор бұған көне алмайды. Ол бірден роботтың прототипі бұрынғы сүйіктісінің келбетіне ұқсайтынын есіне түсіреді. Амалы таусылған доктор бұрынғы сүйіктісі Джияға хабарласып, бір айға робот болып көрсетуін сұрайды. Күніне 10 миллион төлеуге уәде береді. Осы кезде Джия несие қарыздарын жаба алмай қиналып жүрген болатын. Алдындағы ақша болмасын көріп, бірден келіседі. Екеуі зертханаға келеді, ал қызметкерлер Джияны көріп шошып кетеді. Доктордың серіктесі алға шығып, бұл адам екенін, яғни Джия роботтың түпнұсқасы екенін түсіндіреді. Джия да өзіне аумай ұқсаған роботты көріп таңғалып қалады. Келесі күні Джияға дулыға кигізіп, роботпен бірдей киім кигізеді. Олар бірге тұрған кезде тіпті туған анасы да ажырата алмайтындай болады. Соңында Джияға ақылды линза кигізеді. Енді ол AJ3 роботымен көру мүмкіндігін бөлісе алады. Қиын сұрақ туындаса, экрандағы мәтінді оқып жауап береді. Уәде бойынша Джияны Ажиннің үйіне жеткізеді. Ажин қызметкерлерді шығарып жіберіп, қосылу пәрменін айтады. Екеуі көздері түйіліседі. Сол сәтте Джия бұл адамның бірнеше күн бұрын өзіне қарыз болғанын бірден таниды. Ол кезде Джия Ажинге бір модель сатып алуға көмектескен еді. Бірақ модельде дақ болғандықтан Ажин қалған ақыны төлеуден бас тартқан. Соның салдарынан Джия үлкен қарызға батып қалған еді. Дәл сол сәтте Джия алдындағы адамның өзін сол қиын жағдайға қалдырғанын есіне түсіріп, робот екенін мүлде ұмытып кетіп, аузынан ауыр сөздер шығып кетеді. Оны бақылап отырған доктор бұл көріністі көріп, не болып жатқанын түсінбей қалады. Джия мәтін бойынша сөйлеп жатқан жоқ еді. Ажин бірден докторға қоңырау шалады. Ал доктор болса, сәтсіз сылтау айтып, бұл дос режимі. Тек мойындағы қосқышты басып қайта жүктесеңіз болды, бәрі қалпына келеді деп ақталады. IQ көрсеткіші 159 болатын Ажин өте ақылды адам еді. Ол роботтың шынайы түрін көргеніне қарамастан, алдында тұрған Джияны шынымен де жасанды интеллект деп сеніп қалады. Джия қайтадан қалыпқа келген соң Ажин оны сынап көруді жөн көреді. Жауабы жаман емес, 2 балл кем дейді ол. Бұл Ажиннің онлайн сатып алуда жиі нашар пікір қалдыратынын аңғартты. Қасындағы адамдар Джияның шынайы робот секілді әрекет еткеніне қуанып, бәрі жасанды интеллекттің жауабы деп сеніп қалады. Сынақ сәтті өткен соң 10 миллион вон соңғы төлем мақұлданады. Алайда дәл сол сәтте біреу тек жарық сөнбесе болды, бәрі жақсы деп айтып қалды. Сол сәтте жарық расымен сөнеді. Джия мүлдем абдырап қалады. Сценарий жоқ болса, мен енді не істеймін?
Осылайша ажиннің шын мәндегі ақырғы сынағы басталады. Ол алдымен жасушаларды есепте, сосын әр жемістің санымен көбейді, кейін иіс сезу сенсоры арқылы италиялық матаның мөлшерін анықтады. Соңында барлық жауаптарды 3-ке бөлді. Соңғы нәтиже құлыптың коды дейді. Қораптың ішін ашып, ондағы затты тап. Бірақ дене шынықтыру пәнінің мұғалімі дайындаған оқушы үшін мұндай күрделі математикалық есепті шығару мүмкін емес еді. Сол сәтте мен Джи қозғалады. Бірбеткей қыз төтесінен кетті, қара күшке салып қорапты бір ұрып сындырып ішіндегі затты алып шығады. Мырза, қораптың ішіндегі жұмыртқа деп жауап берді қыз. Жігіт таң қалып қалды.